Баршаңызға ассалаумалейкум достар. Бүгін сіздермен бірге ватрушки рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз, оған тұз, қант, дрожжи салып, бұның бәрін жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін бұл массаға жұмыртқаларды саламыз, қайтадан араластырамыз. Енді бұл массаға үнді біртіндей қоса отырып, қамырымызды илей бастаймыз. Қамырымызды илеп жатқанда сұйық май қосып, өте жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Мінекей біздің қамыр дайын, енді 1 сағат жылы жерде ұстаймыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ыдысқа ірімшік, жұмыртқа, қант салып, бәрін жақсылап араластырып шығамыз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Көтерілген қамырымызды ыдыстан алып шығамыз. Оны 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін алып рулет формасын береміз. Ол рулетімізді 10 бөлікке бөлеміз. Енді кішкентай бөліктерімізді алып, видеода көрсетілгендей дөңгелетіп шығамыз. Біздің дөңгелектерімізді противенға саламыз. Енді ватрушкиміздің ойығын жасаймыз. Ол үшін стақанның түбін ұнға маламыз. Қамырдың үстіне қойып, осылай басамыз. Бізде ойықтары шығады. Бүкіл ойықтарын жасап болғаннан кейін біздің ватрушкиміздің шеттерін жұмыртқамен жағып шығамыз. Әрбір ойығымызға 1 ас қасықтан салмасын салып шығамыз. Дайын ватрушкаларымызды 180 градуста 20-25 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің ватрушкаларымыз дайын. Олар өте дәмді, қамыры өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге 100% дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумалейкум.